Қалайсыздар, оқырмандарым? Бүгін біз пирожки жасайтын боламыз. Осындай жұмсақ өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Ең алдымен бізге жұмыртқаның сарысы, астына жазып кететін боламын, описание бөліміне қандай заттар керек. Қант, қаймақ, сүт, жылы сүт, азғандай тұз салып жібереміз, шым-шым. Мен осындай салдым. Араластырып аламыз осыларды. Содан кейін барып ұн саламыз. Ұнды аз-аздан салып жатырмын. Осылай араластырып, сосын жұмсақ қылып илейміз. Осындай жұмсақ қылып илеп алдым. Сосын жұқалап жайып, дөңгелектеп, осындай картобын саламын. Мен суға пісіріп алдым картопты. Жуаға соған жақын, үйдегілер жуа жемейтін болғасын. Осындай қызып тұрған майға пісіріп аламыз. Орташа отта. Міне осындай болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Рахмет.